Барлықтарыңызға сәлем. Бүгінгі көзайымның welcome партийны сіздерге влог. Енді бізде мына жақта фотозона дайындалып жатыр. Қазір қыздар барлығы суретке түсетін жер. Келесі бізде бұл жерде фуршет, тосттар, пиццалар, салаттар, іске басарлар барлық біздің қажетін. Енді келесі бізде активити. Бұл жақта біз осы гүлдерді бояп, креативный там активити жасайтын боламыз. Енді біз мына жақта дастархан дайындап жатырмыз. Бүгінгі тематикаға сай бордовый бантиктар және свечи өте қызық болады сияқты. Бүгінгі кештің соңына қарай қыздарға сыйлық беретін боламыз. Осы пакеттің ішінде не бар екенін көрейік. Unpacking давайте сделаем. Ең бірінші бізде стикер пак. Утик секунды, да? Потом брелок. С QR-кодом емес па? Қайтып. Бізде осында теді QR-код бесетін просто. Давайте енді кухняға барайық. Кухняда не болып отыр? Әшір қыздар тыпырлап, везде бір нәрсе істеп жүр әйтеуір. Мына жақта. Ох, тамақ жеп жатыр, бір нәрсе істеп жатыр, десем бәрі. Столдыңдар ма? Да. Тамақ закончили. Да, тамақтың бәрі дайын уже. Енді тек қыздарды күту ғана қалды. Бастайын деп жатырық. Алдыда. Енді мына жақта қызу дайындық үстінде біздің менторлар бәрін дайындап жатыр. Давайте қыздармен танысайық. Өздеріңізді таныстырып кетсеңіздер. Мен Сіздерназ, мен көзайымды менторым. Мен Смақтар, мен көзайымды менторым. Мен Смақтар. Смотрите, мына жақта біз өзіміз дайындап қойдық. Өзіміздің ұранымызды, мақсатымызды, өз өмірінің көзайымы бол деген. Дальше мына жақта декорацияның шариктарын іліп жатыр. Бүгінгі кешке сай тематикасына. Осы мына картинканы холстқа біз қазір сурет салатын боламыз. Жүректі бояп, әр жағына түрлі суреттер салатын боламыз. Соңы енді мына жақта қыздар өздерінің қолдарын қоятын болады. Қыздар біз список жазып қоямыз. Енді мына жақта уже готовый дастархан. Көзді қызықтырып, жегім де қатты. Мына жақта фотозона қойдық уже дайындап. Фуршет дайын уже мына жақта фотоаппараттар дайындап жатыр. Боямның көңіл күйіне мүлде жетпейді сөзім сондықтан Бірақ негізі әдем көрдік. Ай-хай, сенен хат алмай, жаным тағат таппай, махаббатым-ай. Біраз батыл болсам, саған жақын болар едім. Егер мені жеттің, біраз батыл болсам,
ендеше бізде қазір мастер-класс болып жатыр. Давайте қыздардың бояған гүлдерін көрейік. Сәлем қыздар. Сендерден сұрайын. Қалай болып жатыр мастер-класс? Не бояп жатсыңдар? Мастер-класс күшті болып жатыр. Мен өзімнің гүлімді осылай безендірдім. На кактусты хоть какой-то милый нелер қосайын деп, осылай милый гүлдер істеп қойдым. Вот. Көзайымға рахмет осындай ұйымдастырып жатқанда. Өте күшті болып жатыр. Көңіл-күйіміз күшті. Рахмет көп-көп. Давайте басқа қыздарды сұрайық. Сәлем қыздар. Сендерден осы бояп жатқан гүлдерің не үшін, не салғандарыңды айтып бересіңдер ме? Сәлеметсіз бе? Мен атым Аяжан. Мен футболды жақсы көргеннен кейін Қайрат туралы салдым. Сосын өзімнің атымды, фамилиям, бірінші аттарын және де өзімнің сүйікті санымды жаздым. Супер Қазақстан, Қайрат алға, короче. Солай. Қазір басқа да қыздардың көрейік. Так. Сәлем. Өсіп жаймен деп жартыва таңдап жүрмін енді. Давайте. Что вы нарисовали? Мен бүгін осындай гүлді салдым. Көзайымда активитеттің бірі. Естелікке өзімен бірге алып кететін боламын. Күшті екен өте. We made these memories for ourselves, with our eyes never closing, hearts were never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Ризамын бүгінгі күнге, себебі осындай күшті қыздармен осындай дамушы ортада кездесіп жатқаныма, танысып жатқаныма өте қуаныштымын, бақыттымын және ризамын. Және әкелерімізге аман-алғыс. Өзі деп ойлаймыз, қыздармен танысып, күшті кеш өткізіп жатқаныма. Рахмет. Қыздар болғасын, бәрін істейді. Сондықтан бір-бірімізді қолдаш, бір-бірімізді жетелеп күштіген. И ең бастысы рахмет шоған орта, көңілді, позитив және мүмкіндіктер орта. Бізде қазір жақта подарка беріп жатыр. Біздің координатор көрсетіп жатыр. Общий түскен бір жерінде, біреуінің бір жағында өз өміріміз дайын болды. Бүгін сіздермен болған Көзайым!